Сіздерге қуанышты жаңалықпен ең әуелі бөліскіміз келіп отыр. Біз колледжде жүріп, шетелге шығып жатырық. Бізде сондай возможность болып тұр. Ал универде оқып жүрген адамдар әлі универде оқып жатыр десем болады. Колледж оқып жүріп, ой көкке бітірді, ой қызылға бітірді, не қылады деген сияқты нәрсе емес. Мен колледжде алған білімімді, сол білімімді маған университет қайтадан қайталап өтті. Шын мәнінде адам көзіне жас келтіреді екен. Көбісі еріншек болып келеді, жұмыс істегісі келмей. Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Бүгін бізде тәлімгер жобасының кезекті шығарылымы. Тағы да біз жұмысшы мамандықтар жайында сөз қозғайтын боламыз. Одан бұрын бүгінгі біздің қонақтарымыз туралы, яғни ерекше қонақтар келіп отыр. Яғни Түркістанның атынан емес, елдің атынан, Қазақстанның атынан сонау Дания еліне барып чемпионатқа қатысып келген біздің қонақтарымыз. Дәлірек айтатын болсақ, Кентау көпсалалы колледжінің арнайы педагогы Анарбаева Дилярам Рузиматовна, және сол колледждің құрылыс саласы бойынша жас маман тәлімгері Серік Жанар Советқызы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Сіздерге қуанышты жаңалықпен ең әуелі бөліскіміз келіп отыр. Сіздер жақсы жаңалықтарыңыз да бар секілді. Енді сонау сол Дания еліне чемпионатқа барып келгеннен кейін сол жақтан жақсы жаңалықтарыңызды өздеріңіздің ауыздарыңыздан естейік. Ол жарыс қалай болды, қашан өтті, қанша мемлекет қатысты деген сияқты өзіңіз. Дилярам ханым, сөз кезегі сізде. Дания мемлекетінде 9 және де 13 қыркүйек аралығында халықаралық чемпионат өтті. Евроскилс Хернинг 2025, яғни Хернинг қаласында. Жалпы біз ол чемпионатқа кескіндеме және сәндік жұмыстар құзыреттілігі бойынша қатыстық. Қатысушылардың саны 16 болды. Әр мемлекеттен келген әртүрлі барлық тапсырма ағылшын тілінде түсіндірілді. Солай сол жұмыстар жалғасын тапты. Жақсы, біздің Жанар қызымыз жақсы нәтиже көрсетті. Әрине ол үлкен еңбек. Сондай жаңаламыз. Жанар ханым, сіз өзіңіздің аузыңыздан естісек, сіз әрине қатысушысыз ғой, ол жерде басты кейіпкер сізсіз. Сондықтан өзіңіздің аузыңыздан қысқаша бір естісек. Жалпы бұл Данияда өткен сайыс бірінші күні сәл түсініксіздеу болды бізге. Тапсырманы түсіну сәл қиындау болды. Одан кейін уже бара-бара бізге дұрыстап кеп түсіндіре бастады, анығырақ бола бастады. Біз уже іс жайында да көре бастадық тағаны, уже түсініп алдық, қалай болатын, не болатын. Бізде еще былай болды. Біз ешқандай тапсырманы білген жоқпыз. Бізге алдын ала ешқандай тапсырма берілген жоқ. Біз сол жаққа барып, күндегісін күнде біліп отырып, сол арқылы жасай бастадық. Бірінші күні ғана былайынан кішкене қиындау болды деп айта аламын. Атақ қалғалы ары қарай бізде гладко кетті. Бой үйреніп кетті. Жарыс неше күнге созылды? 3 күн болды. Бірінші күн подготовительный болды. Соны қосқанда 4 күн болды жарысымыз. Солай 3 күн бойы жарысымызды аяқтап, нәтижемен келеміз деп ойлағанбыз. Сол жарысқа қатысудыңыз үлкен нәтиже негізінде. Ал енді жалпы ол сайысқа шынымен де сіздердің барып келгендеріңіз үлкен абырой. Әрине еліміздің атынан барып отырсыздар. Дилярам ханым, сізге қояр сұрағым, жалпы ол сайысқа негізі бару үшін де арнайы сарапшы мамансыз. Сарапшы мамандардың өзі арнайы бір қалай айтсам болады, дайындықтан өту керек. Сіз сондай бір кезекті бір дайындықтан өттіңіз ба? Иә, ол халықаралық сарапшы болудың өзі де оңай емес, өйткені коммерциялық емес акционерлік қоғамның жаңағыдай өзінің ұйымдастыратын конкурсы болады. Коммерциялық емес акционерлік қоғам талаптың ұйымдастыруы бойынша бізге конкурс жарияланады. Сол конкурста өзі бізден жаңағыдай талап ететін барлық құжаттарды жинақтауымыз керек, яғни сол уақытқа дейінгі тәжірибелерімізді, резюме деген сияқты. Одан кейін міндетті түрде биыл ағылшын тілді қолға алып жатыр. Одан кейін жаңағыдай сол халықаралық сарапшы болатын сарапшы өзінің жаңағыдай видео түсірілімін түсіріп көрсетіп, яғни шын мәнінде ол адам сарапшы бола алады ма, ол егер ол өзі сарапшы бола алмайтын болса, ол жұмысты жасай алмайды деген сияқты сондай құжаттардың барлығын жинақтап, біз берілген мерзімге дейін жіберуіміз керек. Одан кейін оның барлығы қарастырылады. Қарастырылып болғаннан кейін барып жаңағыдай конкурстан өткен жағдайда ғана бізге хабарласады. Одан кейін уже ары қарай сарапшының, халықаралық сарапшының ары қарай жұмысы онымен тоқтамайды. Ары қарай біз сол 24 тапсырманы дайындауымыз керек. Биыл мен енді 24 тапсырманы
былай жасадым, яғни WorldSkills сайтына біз тіркелеміз ғой. WorldSkills сайтына тіркелгеннен кейін сол жақта бізден бұрынырақ болған уже сынақтан өтілген тапсырмаларды алып, жүктеп, сол тапсырмалар бойынша дайындауға әрекет жасадым. Сол бойынша, яғни бір тапсырма 2 күн жасалыну қажет. Яғни сол 24 тапсырманы біздің қатысушыларымыз 48 күн дайындады. Енді бұл жерде қатысушының да рөлі өте үлкен, өйткені ол колледждің ішінен іріктеуден өтеді. Колледждің ішінен іріктеуден өткеннен кейін облыс аралықта іріктеуден өтеді. Одан кейін барып республикалық деңгейде, яғни 24 жылы біздің Жанар қызымыз 1-ші орынға ие болды. Одан кейін барып, онымен тоқтамай, енді ары қарай тағы да іріктеу өтеді. Іріктеу уже 23-ші, 21-ші жылы орын алған қатысушылардың арасында, және де биыл тағы да 1-ші, 2-ші, 3-ші орын алған қатысушылардың арасында іріктеу өткізді. Іріктеу ол жерде бізде 6 қатысушының арасында өтті. Жанар өте жоғары нәтиже көрсетті. Тағы да бір биылғы жылдың жаңағыдай осы дайындықтың ерекшелігі, мен енді не үшін былтыр деп салыстырып жатыр, өйткені мен 2023 жылы да халықаралық сарапшы болдым. Ол кезде Гданьск қаласында болды. Бірақ ол жерде мен біздің колледждің түлегі емес, басқа колледждің түлегін алып бардым, өйткені оның нәтижесі жоғары болды. Сол сияқты, сол салыстырмалы түрде мен егер айтып өтетін болсам, сол 23 жылы біз тек қана жаңадай 2 қатысушыны қатыстырдық қой, бірақ биыл өте қатты қадағалады, сол нәрсені қолға алды. Биыл да жаңағыдай 2 қатысушыны чемпионатқа кеткенге шейін дайындадық. Ол іріктеуден де біздің жаңағыдай колледждің жас маманы, мен сол кісіге тәлімгермін, Өтешева Айғаным деген. Оның да жетістігі өте көп, өте жоғары. Ол да мен қатары уже халықаралық сарапшы төрінде көрініп жатыр. Сондай жұмыстарды атқарып. Сондай ерекшеліктері бар биылғы. Рахмет, жеңістеріңізбен сіздерді тағы да құттықтаймыз. Қуаныш жаңалықтарыңызбен енді негізгі тақырыбымызға оралайық. 2025 жыл жалпы жұмысшы мамандықтар жылы. Сіздер сол Кентау көпсалалы колледжінің түлегісіздер екеніңіз, әрі сол жерде қазір мамансыздар. Енді сіздерге, яғни бұл сала сіздерге таңсық емес, яғни сіздер сол жерде осы жұмысшы мамандықтар саласында қызмет етіп жүрген, әрі ұстазсыздар, әрі шәкірт тәрбиелеп жүрген ұстазсыздар. Енді осы сауал бойынша сізге қазір өзіңіз сол колледжде педагог мамансыз. Енді шәкірттер тәрбиелеуде осы жұмысшы мамандықтарға арнайы дайындауда қандай бір ерекше әдіс-тәсілдер қолданасыз? Мен енді жас мамандарды жаңағыдай сабақ барысында да өз пәнін сүйіп, ары қарай сол пән бойынша, сол мамандық бойынша қызмет ету үшін бағыт бағдар беру. Әрқашан, әрдайым айтам, мына жұмысшы мамандығы өте жаңағыдай сұранысқа ие. Өйткені құрылыс еш уақытта тоқтамайды. Мен өзім әкем құрылысшы, сол сияқты уже тәжірибеде соның барлығын мысал ретінде мен студенттерге, білім алушыларға айтып өтем әрқашанда. Одан кейін айтатыным жаңағыдай ешқашан еңбектен жалықпау керек. Еңбектене беру керек, ол міндетті түрде еңбегің бағаланады. Шаршамау керек еңбектенуден. Сонда ғана сен ненің төрінен көрінесің. Рахмет. Енді келесі сұрақ Жанар ханым сізге. Жалпы енді өзіңізде әлі бұл ұстаздық саласына енді келген жас мамансыз, яғни сізде осы колледждің түлегісіз. Енді өзіңіз жас маман ретінде осы жұмысшы мамандықтар жылына орай сізде қазір жұмысшы мамандықтар қатарындасыз ғой. Сол туралы қысқаша айтып өтсеңіз, өзіңіз жас маман ретінде пікіріңізді. Жас маман ретінде айтатын болсам, жаңа Дила апайым айтып отқандай, оған көп еңбек керек. Еңбектенсең нан жейсің дейді ғой. Сол сияқты еңбек ету керек. Талмай ешқашан, тек еңбектен еңбекке қарай ұмтыла беру керек қой. Мысалы, қазірдің өзінде де біз осы жарысқа 3 ай жаз бойы дайындалдық, 48 күн бойы еңбектендік. Сол еңбектің жемісін жедік десек те болады, негізі былай.
кішкене түсініксіз жағдайлар болып қалды. Соның бәрі енді сол еңбекке алып келеді. Адамның істеген адам істейді дейді ғой. Сол сияқты адам көрген білгенін істесе, қолынан бәрі келеді. Бұл жұмысшы мамандықтар жайлы бізге қолайлы болып тұр жалпы. Пайдасы да тиіп жатыр. Көп адамдар мысалы құрылыс десе, ой, қойшы құрылыс па деп не қылады ғой. Ал былайынан түпкі тамырына келетін болсақ, осы болып жатқан нәрсенің бәрі, дамып жатқан нәрсенің бәрі осы құрылысқа келіп тіреледі. Сол себепті ол менсінбеулік те емес шығар мүмкін, бірақ сонда да адам қара жұмысқа итерілгені дұрыс шығар. Жалпы енді бұл сіздің арнайы салаңыз, өзінің құрылыс саласы ғой. Енді сіз құрылыс саласы бойынша дәл осы жас маман ретінде жұмысқа тұру мәселесі қалай болып жатыр? Мысалы, біздің қазір Түркістан облысы әлі жас облыстардың қатарында, яғни бізде облыс болғалы бері құрылыс, сәулет әлі мүлдем тоқтап жатқан жоқ, әлі де қарқынды даму үстінде. Енді дәл біздің өңірде жұмысқа тұру мәселесі қалай деп ойлайсыз, өзіңіз жақында жұмысқа тұрған маман ретінде пікір білдірсеңіз? Қазіргі таңда жұмысқа тұру қиын да оңай да деп айта алмаймын. Себебі жұмыссыз жүрген адам аздау. Себебі қазіргілердің барлығы неше түрлі жұмыстар шығып жатыр ғой, сол жаққа кіріп жатыр, жасыл сұйыққа кіріп жатыр мысалы. Жаңа айтып отқандай жұмысшы мамандықтар жылы бізге қолайлы. Солар арқылы біз жұмысқа кіріп жатырмыз. Мысалы, өзімді айтатын болсам, мен сол Кентау көпсалалы колледжінің түлегімін. Өзімнен кейінгі дайындап жатқан оқушыларым да бар, студенттерім. Жайлап тәжірибе жинап жатырмын. Осы колледждің ұжымдары, мұғалімдері, директорлер маған осылайынан предлагать етті. Осы жаққа мұғалім бол, мастер болып кір деп. Соны мен де қолға алып, осы Диля апайым сияқты сарапшы болуға ұмтылып жатырмын, құдай қаласа. Қазіргі таңда сол жақтың жас маманы, мастері болып жұмыс істеп жатырмын. Енді өзіңіз сияқты жас студенттермен жұмыс істеген қалай екен? Жұмыс барысы? Өзіңізбен қатар адамдар ғой енді былайша қарасақ оларда. Иә, негізі оларды қатты түсінемін. Себебі оларда мысалы жарысқа барып жатыр, мен дайындап жатқан студенттер. Олардың жағдайын түсінемін, қандай состояниеда тұрғанын түсінемін. Барынша оларды қолдау білдіруге тырысып жатырмын. И менің басымнан өткен нәрсе олардың да басынан өтеді ғой. Сондай жағдайда өздерін қалай ұстау керек, сол нәрсеге үйретуге тырысып жатырмын. Шүкір, өзім дайындап жатқан студенттерім қолынан бәрі келеді. Өте талантты студенттер. Мысалы, қазіргі таңда Рысқан Ақмарал деген қызды дайындап жатырмын. Ол өте талантты, пысық, айтқан нәрсені тез іліп алатын қыз. Қай бағыт бойынша дайындап жатсыз? Кескіндеме және сәндік жұмысы бойынша, өзімнің мамандығым бойынша дайындап жатырмын. Ол қыз да осы 48 күн бойы талмай, бізбен бірдей дайындалып, өзінің күшін көрсетіп, барынша атсалыс болды дайындалып жатыр. Сол сияқты оның қандай жағдайда жүргенін, ол студенттер не ойлайтынын бәрін уже түсінемін. Сол себепті барынша оларды қолдауға және солардың жағында болуға тырысып жатырмын. Дұрыс, өте керемет. Енді Дилярам ханым, жалпы сіз енді бұл жерде ардагер ұстаз десек те болады ғой, сізде ол жерде біраз жылдық тәжірибеңіз бар сіздің. Енді дәл осы сауалды сіз тұрғыдан қалай қабылдар екенсіз? Шәкірттеріңіз, яғни мысалы қазір мемлекет тарапынан да көп бөлініп жатыр ғой, осы жұмысшы мамандықтар жылына арнайы дайындау деген сияқты. Осыдан 5 жыл бұрынғы шәкірттермен мысалы қазіргі шәкірттердің айырмашылығы қандай? Сол туралы айтып өтсеңіз. Енді бұл чемпионат бізде жақын арада 10 шақты жыл болды. 2016 жылдан бастап қатысып жатырмын ғой. Келесі жылы уже 10 жыл болады екен. Осы салада именно чемпионаттың саласында жүргеніме. Алайда қаншама жаңағыдай жетістіктеріміз бар. Бұл Жанар бірінші шәкіртім емес, жаңағыдай жетістікке жеткен. Оға дейін де халықаралық дәрежеде өзінің нәтижесін көрсеткен нелеріміз бар. Одан кейін сол салада жүргелі жаңағыдай республика деңгейінде бас сарапшы болып 2 жыл қатарынан қызметін атқардым. Биыл бас сарапшының көмекшісі, заместитель дейді ғой, сондай қызметке ұсынылып жатырмын. Енді баяғы студенттермен жаңағыдай қазіргі студенттерді салыстыратын болсақ, шынымды айтсам, ешқандай өзгеріс жоқ. Өйткені бұрынғы студенттерінде қазір жақсы қызметтерді атқарып жатыр.
қазіргі сол бұрын оқып кеткен, бітіріп кеткен студенттеріміз қазіргі жағдайда защита диплома, мемлекеттік имтихан дейміз ғой, соның барлығына келіп, ГЭК болып жұмыс жасап жатыр, комиссия болып келеді, сұрақтарын қояды. Шын мәнде қуанасың, жүрек деген толады екен, сенің шәкірттің сондай дәрежеде өсіп, бір жерде басшы болып отырса, кез келген бір проблемаң болса да, ой, апай, келіп қалдыңыз ба, болды деген сияқты қатты қуанамын мен сондай шәкірттен сондай дәрежеге жеткенге. Енді Жанар қызымыз тағы да бір жетістігі бар, яғни біз 2025 жылы осы жұмысшы мамандығын қолға алып атқан есесіне біз Абу-Даби қаласында чемпионатқа қатысып бірінші орынға ие болып келді Жанар қызымыз. Соның барлығы жаңағыдай қатысушыны пісіріп, яғни сол жерде өз-өзін ұстауы, одан кейін жаңағыдай талап коммерциялық емес акционерлік қоғамның ұйымдастыруы биылғы тағы да бір ерекшелігі, яғни команданы бір колледжге жинады және де солармен психологиялық дайындықты өткізді. Ол деген команданың ауызбіршілігін біріктірді. Біз енді мен 23 жылмен салыстыратын болсақ, біз жеке әр психологқа барып, соменен жұмыс жасайтын тұғын. Бірақ қатысушылар бір-бірін танымайтын тұғын. Ал бұл биылғы жаңағыдай өзгерістің мен ана қатысушылардың бір-бірін қолдап, бір-біріне поддержка, бір жыласып, жұбатып деген сияқты сондай нәрсені көріп қатты қуандым. Дұрыс айтасыз, жалпы өте керемет айттыңыз мына жерде. Енді ол әрине шәкірт тәрбиелеу барысында тек қана теория, ол белгіленген бір мақсат емес, әрине ол кез келген нәрсе тәжірибемен жүзеге асады. Енді сіздердің Кентау қаласында білеміз, өңірлік кәсіпорындар өте көп, баршылық. Сол кәсіпорындармен байланыстарыңыз қалай? Шәкірттеріңіз қаншалықты олармен тәжірибе алмасады, қаншалықты жиі болып алмасып тұрасыздар? Біз міндетті түрде кездесеміз, жаңағыдай алдын ала дипломдық жобаны жасамас бұрын біз олармен ақылдасамыз, уже сондай дәрежеге келдік. Өйткені жаңалықтың барлығын олар біліп отыр ғой. Сол салада жұмыс жасағаннан кейін қандай өзгеріс енгіздіреміз. Одан кейін біздің жаңағыдай колледждегі жұмыс оқу бағдарламамыз бар ғой. Соны міндетті түрде жұмыс берушілермен ақылдасып, қандай модульдерді қосқан абзал, соның барлығын жүзеге асырып, мысалы біз модульдік жүйеге ауысқалы бізде жаңағыдай дипломдық жоба жаймен уже тоқтата бастадық. Бірақ біз 1-2 жыл выпуск жаңағыдай шәкірттерді шығарып алғанымызда қарасақ, бізге, оказывается, керек екен. Даже элементарно сол сызуды, курсовойды сызғанды, қолмен сызғанның өзі бізге қатты керек екен. Өйткені сол арқылы шәкірттеріміз дамиды екен. Сол қалыптасады екен сол шәкіртке. Одан кейін бар ол. Соның барлығымыз ақылдасамыз. Мысалы, қазіргі таңда бізде қандай программалар қолға алынып жатыр? AutoCAD дейміз, 3D Max дейміз, соның барлығын обязательно жаңа жұмыс бағдарламаға енгізу, сол бойынша оқыту. Біздің колледждегі мамандарымыз да өте мықты, басшымыз да өте мықты. Сол нәрсенің бәрін қолдайды, тыңдайды бізді, шындыққа келгенде тыңдап. Ол дұрыс бағыт болатын болсақ, қолдап жаңағыдай. Қазіргі таңда, мысалы, көбісі универге түседі. Жалпы менің өзімде универге түскім келетін, басқа салаға, юридический мамандығын таңдағым келетін болған. Бірақ өкінішке орай ол жаққа түсуге возможность болмай, 9-дан кетіп колледжге түстім. Көбісі ойлайды, типа, ой, колледж ғой, универге түспейсің ба деген сияқты нәрсе айтады. Высшыны оқу керек деген сияқты. Былай қарап тұратын болсақ, универден баратын жұмыста, колледжден баратын жұмыста бір жер болғаннан кейін, тек ол қағаз жүзінде может адамның дәрежесін көтеретін шығар. Бірақ ол екі адамның универ бітіргенмен колледж бітіргеннің уровень екеуінің бірдей болып тұрады. Может, мынау колледж бітірген адамның уровень одан да жоғары болуы мүмкін. Себебі ол жерде практический работалар өте көп болады, чем универге қарағанда. Сол сияқты мен де осы колледжге келдім, түстім, басында кішкене өкініштер болды. Неге универге түспедім деген сияқты нәрсе. Бірақ кейін уже
осындай WorldSkills саласы бар екенін естідім. Біздің группада бір қыз қатысқан болатын. Сол кезде өзім барып ұсынған болатын. Менің экспертім бар, дайындаған мұғалімім Мақсат деген, Тәлімхан Мақсат ағай. Сол кісіге барып айтқан болатын, мен де қатысайын деген сияқты. Сол кезде сол кісі айтқан болатын, жоқ, біз уже адам алып қойдық деп. Сол қыздың жасап жүрген жұмыстарын көретінбіз. Сол қызды қолдап, ол да облыстық жарыстан бірінші орын алып, республиканский жарысқа барып, тоже бірінші орын алған болатын. Екінші орын алған болатын. Сол ол алған кезде өзіміз алғандай қуанатынбыз. Өзім кішкентай кезде андай суретке жақын болғаннан кейін осы сурет салу өзіме қатты ұнайтын. Көбінесе біз андай проект сызумен айналыстық қой. Проект сызып, автокадпен жұмыс істедік, қолмен сыздық, жаңа Диля апай айтқандай. Сол нәрсе қатты тартатын мен өзіне. И осы саланы мен уже барынша арттыра бердім да, оқып, дамытып, қалай болады екен деген сияқты. Сөйтіп, уже WorldSkillsқа шақыра бастады. WorldSkillsқа шақырды, облыстыққа қатыстық, республиканскийге қатыстық, одан кейін шетелге мысалы шықтық. Ал енді осы жерде салыстыратын болсам, біз колледжде жүріп, шетелге шығып жатырық. Бізде сондай возможность болып тұр. Ал универде оқып жүрген адамдар әлі универде оқып жатыр десем болады. Может, оларда да возможность болып тұрған шығар шетелге шығуға. Ал біз уже шығып та қойдық, көретін нәрсені көріп те жатырмыз. Құдай қаласа, бұл әлі осымен тоқтамаймыз. Әлі де шетелге шығамыз, Құдай қаласа. Сол сияқты нәрсе көбісі өкініп жатады, колледжге не үшін түстім деп. Оған еш өкінудің керегі жоқ. Колледждің өзінің бағдары бар, өзінің оқу тәжірибесі бар. Сол сияқты осы бізде колледж оқып жүріп, көкке бітірт, қызылға бітірт, не қылады деген сияқты нәрсе емес. Менің өзімде мысалы осы колледжді қызылға бітіріп, сол колледжге жұмысқа кірдім. Шүкір, тәжірибеміз де бар, оқу біліміміз де жақсы. Ешқандай универден айырмашылығымыз жоқ. Жанар қызымыз дұрыс айтады. Енді бұл қызымыз әлі университетке түскен жоқ, бірақ мен өзім тәжірибем бойынша айтып өтетін болсам, мен колледжде алған білімімді, сол білімімді маған университет қайтадан қайталап өтті. Шындық керек. Бірақ бізде уже база үлкендеу болды. Өйткені біз не только теория, біз практически еще жұмыс жасадық. Сол сияқты маған университетке түсіп, ары қарай оқып, защита диплом маған өте оңай болды. Мен даже шынында айтсам, колледждегі жаңағыдай защита дипломды қорғау сәтім қиындау болған шығар. Өйткені о кезде әлі дамымаған автокад программасы, қолмен сызып, сондай дипломды қорғадық. Одан кейін біз жаңағыдай жастарды былай жұмысшы мамандығын сүю, ұнату деген сияқтыны жаңағы балабақшадан жасап жатырмыз. Бізде көп деген проекттер бар. Жаңағыда балабақшада біз junior skills, baby skills'ты өткіземіз. Мектептерде junior skills өткіземіз. Өйткені қазіргі таңда жастар білмейді ғой өзіне не керек екен. Ал егерде ол сол нәрсені қолмен жасап, неғылып көретін болса, қызығушылығы ашылады. Сол сияқты сондай бір мамандығына деген сүйіспеншілік пайда болады. Сол сияқты біз жылда 24-ші жылы біз baby skills'ты балабақшада өткіздік. Именно осы кескіндеме және сәндік жұмыстар құзыреттілігі бойынша. Енді ол жердегі кішкентай балаларға біздің жаңағыдай студенттеріміз сарапшы ретінде болды. Оның өзі оларға қызық болды. Кішкентай бір адамға сарапшы болып, сол жерде сол нәрсені өткізу, олардың жаңағыдай үлгермей жатқан жұмыстарына бұлар жандары ашып, көмектескісі келіп, мен айтам, жоқ болмайды, өздері істесін деп, өздері жасасын жұмыстарын, құртып қойса да өздері жасасын деп. Ал биыл 25-ші жылы бізде басқа балабақшада уже визуальный мерчендайзинг бойынша жаңағыдай baby skills'ты өткізді. Біздің нелеріміз, сарапшыларымыз, ол жерде өте қызық болды. Аш қуанғанымыздан көзімізге жас не қылады да. Ана тапсырма ол жерде жаңағыдай
ана туралы емес болды ол жерде тапсырма, просто бір какой-то бір детальды реклама ретінде жасау да, жарнама ретінде жасау. Бірақ сол жердегі кішкентай балалардың жаңағыдай неге планшетке мама деп те жазғаны, ана деп жазғаны шын мәнінде адам көзіне жас келтіреді екен. Сол уже былай сатыдан, сарапшы болу деген сатыдан мен қанша нәрседен өтсем де осы кісілерге көрсетіп үйреткім де келеді да. Менің өткен жолым қиындау болса, бұларды жаңағыдай бағыт бағдар беріп, яғни бұл жолды оңай жолмен де өтуге болады деген сияқты сондай бір көмегімізді не қылмаймыз, аямаймыз. Мына жұмысшы мамандықтар жылын ескере отырып, жастарға мен үлкен бағыт бағдар бергім келеді. Әрқашанда еңбектеніп жұмысын жасайтын болса, ол адамға міндетті түрде сол өндірісте сұраныс болады. Талабы бар шәкірт болса, біз үйретуден жалықпаймыз. Біз үйретуден жалықпаймыз, бағыт бағдар беруге де жалықпаймыз. Егер де біздің шәкірттеріміз бізден жоғары дәрежеде көрініп жатса, біз өте қатты қуанамыз сондай нәрсеге. Қазіргі таңда жастардың барлығы қорқады, мысалы жұмысқа кіруге де ше. Көбісі еріншек болып келеді, жұмыс істегісі келмей. Бірақ жұмысшы мамандықтар жылы өте қолайлы жыл болып тұрыр. Сол себепті осы ауыр жұмыстарды істеген сайын оның еңбегі де тәтті болады деп айта аламын. Сол сияқты еш қорықпау керек, қандай жұмыс қолынан келіп тұрса да, соған ұмтыла берген дұрыс, адамның істеген адам істейді, сол себепті еш таймау керек қой. Мемлекет мүмкіндіктерін тиімді пайдаланыңыздар дегіңіз келеді. Жақсы, керемет. Қадірлі көрермен, бүгінгі тәлімгер подкастын осымен түйіндейміз. Келіп бізге пікір білдірген сарапшыларымызға көптен көп рахмет. Сіздерге алдағы уақытта тағы да үлкен жеңістер тілейміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.